Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақзере. Достар, сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақзере. Достар, бүгінгі серияда біз жек көретін қыздың екінші бөлімін көретін боламыз. Яғни жек көретін қыз еще екі-ақ бөлімнен тұрады. Өйткені ол мини фильм болды, ал менің ойым фильмдер 5-6 серияға дейін барса, менің мини фильмім только басқа только екі-ақ серияға дейін барады. Бірақ достар, осы негізінде достар, мына Тока-Бокодағы қыздың есімі Амелия. Бірақ мен ол туралы түсіргенде ол 10-шы серияға дейін болады. Иә достар, мен туралы түсірген кезде ол 10-шы серияға дейін болады. Және достар, мен өзімнің үйіме рум-тур жасап, үйімді де көрсететін боламын. Ал ендеше мен теледидарымды қосайын, өзіміз жақсылап тұрып, жек көретін қыздың соңғы сериясын тезірек көріп тастайық. Достар, сосын бізде 10 жыл өтіп кетті, яғни 10 жылдан кейін алар 20-ға толды, ал мынау бала дейтін өсіп кетті уже, яғни білесіздер ме, бұл бала қаншаға толды? Уже бұны 10-ға толды тоже. Ендеше біз сериямызды бастаймыз. Достар, бізде бірінші серияда бұл не қалды? Софи ханым, сізге айтарым бар. Ал айта бер. Джеки, Джеки, Лора, Софи ханым, үшеулеріңізге айтатын менің жаңалығым бар. Әпке, сіз қандай жаңалық айтасыз? Менің жаңалығым, мен үйден кетейін деп жатырмын. Сонда сен не, өгей ата-анаңның үйіне бармақшысың ба? Біз деген, біз қаншама жыл тығылып келдік олардан. Бірақ енді олар мені танымайтын шығар. Бірақ мен сен үшін уайымдап тұрмын, қызым. Өтінемін, бармай-ақ қойшы. Софи ханым, мен өзім оқуға түспекшімін. Сен қандай оқуға түспекшісің? Мысалға, Лора түсіп кетті, яғни оқуға Лора түсті. Яғни ол ағылшын курсына барады, иә? Ал мен математика курсына баруым керек. Ал мен математика курсына бару үшін мен бір Америкаға көшпекшімін. Қызым, сенде киімдерде жоқ қой, қайдан алып барасың? Мен киімдерді ондайше Америкадан сатып алармын. Ай, қызым, біз саған қазір күте тұр. Не үшін қазір күте тұр? Мінеки, сен мына алтынды ал ондайше. Осы алтынды сатып енді қонақ үйге ақша аларсың. Жоқ, ол қонақ үй, тегін қонақ үй. Математикадан оқитын қыздарға тегін екен. Мен ол жерден жұмыс істеп ақша табармын. Жоқ, өздеріңізге ала беріңіздер. Маған керек емес. Мен ол жерде жұмыс істеймін. Бірақ екеуміз жандос едік қой. Менің бірақ оқуға барғым келіп тұр. Бірақ байқа, ұсталып қалма. Өтінемін, кетпеңізші, сіздің қызықсыз бізге. Енім менің. Мен де кеткім кеп тұрған жоқ. Кеткім келмесе қала ғой. Бірақ менің оқуға түскім келеді. Менің басты арманым бар. Ол математика пәнінен мұғалім болып беру. Сонда сіз не, бізге математикадан беретін боласыз ба өскенде? Мүмкін, мен саған математика пәнінен беріп қалармын. Жарайды. Сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз. Сау болайын алайын.
Мен о жақтан құрбылар да табармын. Жарайды, сау болыңыздар. Байқа. Анашым, сіз неге алтынды біздің мұрамызды оған бермекші болдыңыз? Білмеймін, оған қатты уайымдап тұрмын. Анашым, уайымдамаңыз. Ол жұмыс істейтін шығар. Сөйтіп ол келе жатқан кезде ол осы жерге жұмысқа кіруге келді. Сәлеметсіздер ме? Мұнда жұмысқа тұруға болады ма? Білмеймін, оны ана жерден сұраңыз. Жарайды. Менің кошелегімде дым ақша жоқ. Сәлеметсіз бе? Лифт қай жақта? Лифт тік жүре бересіз, сосын лифтті көресіз. Рахмет. Так, сәлеметсіз бе? Осында жұмысқа тұруға болады ма? Қандай жерде жұмыс істегіңіз келеді? Мысалға, сіз не болғыңыз келеді осы жерде? Менің ойымша, осы банкте бір жұмыс бар екен. Мен оны естіп қалдым бағдарламалардан. Ондайша 56-шы этажға барыңыз. 56-шы? Иә, және мына қағазды директорға апарасыз. Түсінікті. Мен бара берейін ба? Әрине бара бересіз. Так, 56-шы этажға барайын. Так, наконец-то жеттім. Привет. Привет, девчонка. Мына менің орным болсын ондайша. Сәлеметсіз бе, директор мырза? Мына мен туралы қағаздар. Так, сканеки көрейін тексеріп. Нормально. Достар, егерде камераның мына жері бұж-бұж деп кетсе, достар, кешіріңіздер. Достар, камераның деппін ғой, мына жері осылай бұж-бұж деп кетсе, кешіріңіздер. Ну ладно, жұмысқа кір. Рахмет сізге, көп рахмет. Өзің кез келген бір орын таңдап ал. Так, мына жерге отырайын мен. Эй, новенький. В общем. Ну ладно. Не болып қалды? Кешір, мен сені мына жерде бір отыратын, солдың орнына отырып алмасын деп келіп жатқам. Жарайды. Қалайсыңдар қыздар? Сәлем. Сен жаңадан келген қызсың ба? Иә, мен жаңадан келген қызбын. Өзің сондай әдемі екенсің. Рахмет. Так.
Сен мына тақырыпты өттің бе? Қайсыны көрсетіп жіберіңізші. Ол өте оңай тапсырма ғой. Мен оның 11-ші сұрағына келдім. Ондайша маған көмектесіп жүрші. Мінеки қараңыз, ананы бастыңыз. Болды. Такс. Болды. Мен болдым. Қазір мен дәретханаға барып келсем болады. Дәретханаға барып келейін. Кеттім. Такс. Так, достар, күте тұрыңыздар. Мыналар потом келеді. Қыздарым, сендер қорықпаңдар. Қазір мен сендерді жұмысқа өткізем. Әпке тайым сонда жұмысқа өтеді мені? Әрине. Сәлеметсіздер ме? Не болып қалды? Сіздер жұмысқа тұрмақшысыздар ма? Барлықтарыңыз? Жоқ, біз емес жұмысқа тұрғалы жатқан. Ол біздің қыздарымыз. Мынау қызың деген 9-да ғой. Ой, мен емес, менің апайым. Мен емес, менің апайым. Мен. Мен жұмысқа қабылданам ба? Жасым 20-да. Кешір, сен жұмысқа ала алмаймыз. Қалай сіздер оны жұмысқа ала алмайсыздар? Менің қызым деген жасы 20-да ғой. Өйткені басқа жұмыскер болуға лайықты емес. Немесе астыда банкты ақша санап жүретін жұмыс болсын. Менің қызым ондай жұмыста жұмыс істей алмайды екен. Сіздер қалай мүмкін бір жұмыскерді жұмыстан шығарарсыздар? Жоқ, біз олай істей алмаймыз, кешіріңіз. Ол дәл уақытында келу керек еді. Бе. Сонда әпкем, сонда жұмыс істей алмай ма? Иә, кешіріңіздер, боссыздар. Қалай сен? Бірақ ағай. Жоқ. Бе. Достар, ұжына отбасы. Біз кеттік. Вау, мынаны күшті. Мен біраз отыра тұрайыншы мына жерде. Вау, мында кітап бар екен. Тез келші. Ладно. Мынау таныс екен. Мынау сенікі ма? Ой, рахмет, мынау менікі. Сіздің что-то түріңіз таныс қой? Мүмкін мені бір жерден мүмкін бір адамға ұқсап қалған шығармын, мен кеттім. Не қылып жүрсің? Жай кітапты көрейін дегем. Что-то ана қыздың түрі таныс. Ой, қош. Такс. Мен өзімнің жұмысымды жасай берейін. Так. Енді не істесем болады? Ла-ла-ла. Ха-ха-ха. Қазір ол менен көреді. Қазір күте тұр. Ойына сұраққа көмектесіп жүр. Көмектесіп жүр дейсің ба? Қазір міне қара. Ой, кешір, ручкам түсіп қалды. Қазір әпер жүрейін. Ой, керек емес, әпермей қой. Сосын өзім алып алармын. Мына жер болады, мына жер болады.
Түсінікті, рахмет саған көп. Оқасы жоқ. Ха-ха-ха, олай да істемекен. Өтінем маған көмектесіп же. Ай! Ой, хорошо, что мында орындық болды. Жынды құладым ғой. Упс. Мынау кімнің ручкасы? Ой, позор. Ну ладно. Алло, сәлеметсіз бе? Я? Жарайды. Сәлеметсіз бе? Так. Ла-ла-ла. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз бе? Что-то сенің түрің таныс. Мүмкін маған ұқсайтын қыз бар шығар. Бар. Сәлеметсіз бе? Сіз деген мені бастық болуға шақырдыңыз ғой? Иә, шақырдым. Не болып қалды? Мен өз қызымды жұмысқа кіргізсем, бірақ кешіріңіз. Негізінде жұмысқа кіргізбейтін мен емес. Ол үкімет. Үкімет шешеді. Өйткені үкіметте егерде сіз құпия түрде өзіңіздің қызыңызды жұмысқа кіргізетін болсаңыз, ондеше сіз бастық бола алмайсыз. Сондықтан да қазір мұнда только осы болсын. Жарайды. Рахмет. Неге бірақ менің қызымды бастық қылсам боламын ба? Бірақ сіздің қызыңыз тек 20-да ғана. Үкімет үнемі сізді тексеріске келіп тұрады. Өйткені сіз жаңадан келген бастық болғандықтан үкімет сізді үнемі тексеріп тұрады. Солай. Жарайды, мен кеттім. Сіз қайда барасыз? Сіз қайда барасыз? Мен жұмыстан шықтым, енді сендерді жаңа бастық. Бірақ біз қалай жаңа бастық болады? Менде жұмыстарым болып қалды. Мен басқа қалаға көшетін болдым. Сау болыңдар. Такс. Ой, менің әлгі... Ой, айтпақшы мен бастық болдым, наконец-то. Айтпақшы мен өзімнің әлгі бұрынғы өгей қызымды іздеуім керек. Ой, өгей қызымның есімі кім еді? Мия. Такс. Чё-то бар ғой? Мен күдіктеніп тұрым. Чё-то ана новенькаяға, ана бастықтың қызы да, және бастықтың, новый бастықтың өзі де. Чё-то бүгін новыйлар көп келді ғой. Иә. Саған бірден айтайын ба? Чё-то бар ғой? Ана новенький бастықтың анандай өгей қызы бір танысы секілді. Ой, қуасың ба? Енді новенькиялар бүгін көп келді ғой. Ой, сен что-то сериал көп қойған секілдісің. Бә. Такс. Айтпақшы достар, неке емес. Достар, айтпақшы мына қыздың телефоны. Алло? Я, мен әлі Мияны тапқан жоқпын. Немене Мия дейді? Мия деген кім? Мия деген біздің өгей қызымыз. Оны ешқай жерден таппай қойдық. Сонда ол қайда кеткен болады? Білмеймін енді. Мияны іздеп табу керек. Ол оңбаған қызды мен тауып, үйге әкеп тура ұрмасам. Немене? Мия. Такс. Айтпақшы, новенькая, сен есімің кім еді? Мия. Сен осы біздің директордың қыз емессің бе?
Сен қайдағын айтпаш. Өйткені ол Мия деген қызымды жоғалтып алдым деді ғой. Мүмкін оның да қыздың есімі Мия шығар. Қайдан білесің, сен кез келген адам ғой, тіп соқтығыса берме. Ба-б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 а. Что-то не подразделительно меня. Ну ладно. Мынау менің песикім ба? Я мен қазір оның аяқ іздерін печатьмен істеймін. Сен неғып тұрсың? Мен мында мен шай ішуге келдім. Әлі обед уақыты болған жоқ қой. Шөлдеп кеттім. Су болды ғой жаныңда. Шай ішкім келді. Я, мен енді шай ішіп алдым кеттім. Қап-құрсы ғой. Мінекей аяқ іздері. Ой, осы песикті мен өзімнің қызыма сыйлаймын. Сыйлаңыз. Стоп, айтпақшыны мен туралы менің қалай айтушы еді, менің куәлігім ғой мынау менің туралы куәлігім и просто куәлігім. Бұл куәліктерді бастыққа көрсетейін ба или көрсетпейін ба? Не істерімді білмей тұрмын. Новый бастыққа көрсетейін да енді. Ну ладно. Мына жерге қоя салайыншы. Жиналыс болады, жиналыс кабинетіне барамыз. Жарайды. Шіркеттік жиналыс кабинетіне барайық. Бүгін жиналыс кабинетіне барамыз. Мен сосын барам. Жарайды. Мында қағаздар тұр екен, странный. Ой, кешіріңдер, сендер сабақ өте беріңдер, мен терезені жуа берейін. Мәссаған менде болсам бола ма? Бұл болды, ойнайтын нәрсе емес. Өзі күлкілі адам екен. Қазір мен ол туралы сұрайын. Осы сіздің жоғалған қызыңыз бар ма? Шаруанғанша жүркеттік жиналысқа барамыз. Өтінемін, айтып беріңізші, мен оны ешкімге айтпаймын. Бар. Есімі кім? Мия. Мия деген қыз осында жұмыс істейді ғой, ол деп ойламайсыз ба? Мия деген есімді қыздар көп жүр. Оның туған жылы қай жер? Ол ма 2010 жылы туған. Ол қай қалада туған? Ол осы қалада туған, яғни Лондонда. Лондонда дүниеге келген. Сіздер оны асырап алдыңыздар ма не? Я, болды, жүрш. Түсінікті. Ал құрметті, мұнда көп адам жұмыс істеуге болады екен, ладно. Мінекей, мен сендерге бүгінгі тақырып туралы мынаны кім түсіндіріп береді? Мен. Только не я. Жарайды, сен түсіндір. Бүгінгі біздің тақырыбымызда біз мысалға заңды банкте адамдарға ақшаларын, мысалға кейбір адамдарға ақшаларды жұмыс істеген үшін береді. Егер де кім жұмысқа келмейді, сол адамдарға осындай заң береді дейді. Және осы мысық
жоғалып кетіпті. Осы мысыққа көмектесу үшін қаншама заң керек болған екен. Сен менің бұрынғы жоғалып кеткен қызыма қатты ұқсайды екенсің. Рахмет. Мінекей қараңыздар. Бұл жерде, мына жерде адамдардың тізімі бар. Қараңыздар. Міне. Міне, мына жерде банкте жұмыс істейтін адамдардың тізімі болған. Бұл бұрында толтырылып тұрған. Ал енді біраз азақ жұмыскерлер қалды. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Сен еще жаңадан келдің ғой? Мен осы жер туралы ақпаратты 1 сағатта жинап алдым. Жарайсың, жұмысына осындай адал қызмет ететіндер. Ал кім тағы да қосылады осындайға? Мен қосылайын. В общем, сосын бізде осындай кездеседі. Біз егерде бір адамдар туралы анықтағымыз келсе, мына жерден мына кнопканы басып, осы кнопканы басқан кезде бізде осындай загрузкалар шығады. 1 минут күте тұрамыз. Немесе 1 секунд. Мінекей, енді мына жерге өзіміздің іздеп жүрген адамымыздың есімін жазамыз. Мінекей. Болды, ол адам туралы, ақпарат туралы бізге сообщение келеді. Дұрыс? Ал сен қалай түсіндіресің? Мен негізінде тура Джек айтқандай орындағым келген. Онда ше түсіндіріп бер, мүмкін сенікі біраз басқаша шығар. Жоқ, тура солай. Көрсет. Біз ол адамды анықтағымыз келсе, мына мысық деген видеоға лайк басамыз. Түсінбедім. Түсінікті. Отырыңыздар. Ну ладно. Мен барып қайталап келші. Мен сендерге бірден қайтып келейін. Мен барып қайталап келейін. Такс. Мәссаған. Мына Мия туралы ма? Так. Мия Мәссаған, Мия туралы ма не? Так. Мия Лондон қаласында дүниеге келген 2010 жылы. Мынау жаңағы біздің бастық айтқандай ғой, сонда Мия қап-қырсық. Мен енді Мияның көзін құртамын енді. Мынау туралы Мияға айту керек. Қайталап алайын бірінші. Болды, все, қайталап алдым. Болды, уақыт өтті. Бара беріңдер, мен кеттім. Мен әжетханаға барып біраз қолымды жуып алайын. Мия, сен осы неге өзің туралы жаңа бастыққа көрсетпейсің? Та-л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 а. Не үшін мен жаңа бастыққа көрсетуім керек? Енді ол сен туралы білген жоқ дегенде. Білмеймін. Мүмкін біраз күннен кейін тапсырармын. Неге біраз күн? Сен неге оны сұрадың? Жай, неге тапсырмайды деп ойлағам. В общем, бастық, сіз неге әлгі жаңадан келген бір жұмыскер бар ғой, содан неге оның куәліктерін сұрамайсыз? Куәліктер не үшін керек маған? Енді ол туралы, мысалы, біздің куәліктерімізді сіз оқып шықтыңыз дегендей. Ал енді 10 күн оқып шығыңыз дегендей. Білмеймін, мүмкін оқып шығармын. Айтпақшы, сен өзің туралы маған куәліктеріңді бере тұршы. Не үшін? Енді мен оқымадым ғой. Жарайды, айтпаңыз. Кешіріңіз. Қазір көрейін. Так. Мия Джексонова. Немене?
мүмкін фамилиясы да ұқсайтын шығар. Қызық. 2010 жылы Лондон қаласында дүниеге келген асыранды қыз. Не бұл қалай сонда? Фамилиясы Мия Джексон. Бізде Мия деген өгей қызымызды үйге сонда балалар үйінен алған кезде біз оның фамилиясын Джексон қылып өзгерттік. Сонда мен таптым мен өгей қызымызды. Савандау керек маған. Алло, не болып қалды саған? Өгей қызымыз таптым, нес? Ештеңке. Мен таптым. Нені таптың? Мияны таптым. Немене? Ондеше тез Мияны үйге алып кел. Неге ол сонда? Ұсталдың бе бәлем? В общем, кеттім. Мия, жүрші сен біздің үйге бара тұршы. Неге? Менің де қызым сен секілді жұмыс істейді. Соған сенің көмегің қажет дегендей. Неге оған сіз көмектеспейсіз? Менің уақытым жоқ. Жүр, Мияжан. Что-то подразделительно, мен олардың артынан аңдып барайын. Жүр, жарайды, мен қызыңызға көмектесем. Мінеки, Мия. Ой, сәлем, Мия. Қызым, келдің ау. Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Мен сенің бұрынғы ата-анаң едім ғой. Білесің бе? Қатал. Біз сен үшін судан кешірім сұраймыз. Анашым, әкешім, сіздер кімді алып келгенсіңдер? Сендер Мияны білесіңдер ма? Білеміз, только Мия демеңізші. Мия. Не? Немене? Мия? Әпке, сіз шынымен Миясыз ба? Иә, мен Миямын. Әпке, мен сізді өте қатты сағынып кеттім. Неге сіз үйден сол түні қашып кеттіңіз? Мия, бізде сенен кешірім сұраймыз. Сізді кешірші. Біз сен жоқта қиналып қалдық. Мен сендерді түсіндім. Қызым, біз сенен шынымен де кешірім сұраймыз. Неге сол түні қашып кеттің? Біз сені қаншама қинағанымызды білдік. Тіпті, ой, оның істей алатын жұмысын біз де істей аламыз деп істеп көрдік. Сөйтіп істеп көрсек, сенің жұмысың өте қиын екен. Кешірші бізді, біз сені түсінбеппіз. Түк жетпейді. Неге сен түні қашып кеттің? Мен ол кезде қатты жалығып кеткен болатынмын. Шаршап кеткеннен кейін қашып кеттім. Сосын бір гаражға келдім. Сол жерде қондым. Сосын маған бір Лора деген қыз кезікті де, жүр менің үйіме бар деді. Сосын мен сол үйде тұрып кеттім. Өтінемін, енді бізді кешірші. Енді сен де осы үйде тұратын боласың. Енді біз сен балконға тұрғызбаймыз. Қазір мына жерге үшеуіңе арнайы төсек салдырамыз. Саған да керемет киімдерді алып береміз. Өтінемін, бізді кешірші. Ештеңе етпейді. Айтпақшы, мен сіздердің жақсы көретін тамақтарыңызды пісіріп берейін бе? Шын ба? Иә, ондайше кеттік бәріміз ондайше бәріміз ас бөлмеге барып, бірігіп тамақ жасайық. Иә, дұрыс айтасыңдар, кеттік. Достар, осымен біздің жек көретін сериалымыздың екінші сериясы, яғни соңғы сериясы аяқталды. Достар, осымен біздің жек көретін қыздың соңғы сериясы болды. Маған біраз ғана аянышты болды. Достар, ну ладно.
менің осы сериалды көремін деп қарным ашып кетті. Сондықтан да мен барып тортик жеп алайын. Вот, міне достар, менің кухням, сосын мен сіздерге ары қарай бөлмелерімді көрсететін боламын. Мына жақта тәттілер тұрады, ал мына жақта білесіздер продуктілер тұрады. Менің қазір бүлдірген қосылған су үстіне келіп тұр. Мен осындай aldым. Ал енді ішіп алайын. Маған өте қатты ұнады достар. Достар, менің үйімде коктейль дегендердің атауымен көп екенін айтып. Жарымда бар. Балмұздақтан коктейль жасаймыз. Достар, бізде осындай коктейль пайда болды, достар. Прикиньте. Түрлі түстіден осындай пайда болды. Алышып көрейін. Достар, сіздерде де осындай тока-бокада түрлі түсті коктейль жасауға болатын болса, достар, мен сіздерге кеңес берем, жасаңыздар. Прям сондай мороженыйдан енді үйге көп сатып алып қою керек. Ал мен өзім бір мороженыйды алып жеймін. Достар, ол өте дәмді, достар. Менде біреу ғана мороженый қалды, достар. Сосын кейін барып сатып ала саламыз. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Всем пока-пока-пока-пока.